Қазақстанның ақш-пен қарым-қатынасы туралы не білесің? Қазақстан мен Түркия елдерінің достығы қалай дамыды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қазақстанның ақш-пен қарым-қатынасы туралы не білесің? ақш Қазақстан Республикасын тәуелсіз мемлекет ретінде таныған 1991 жылдың 25 желтоқсанынан бастап, екі мемлекет арасында елші дәрежесіндегі толыққанды дипломатиялық қатынас орнады. Нұрсұлтан Назарбаевтың 1997 жылғы ақш-қа жасаған сапары барысында 18 маңызды құжатқа қол қойылды. Соның ішінде маңыздылары экономикалық әріптестік жөнінде бағдарлама, ядролық қуатты бейбіт мақсаттарға қолдану бойынша ынтымақтастық туралы келісім, Қарашығанақ мұнай-газ конденсатын игеру, Каспий шельфі өнімдерін бөлу туралы келісімдер. 1999 жылы желтоқсандағы елбасының ақш-қа сапары екі ел арасындағы байланысқа жаңа жол ашса, 2001 жылы желтоқсандағы ресми сапары жаңа Қазақстан-Америка қатынастары туралы бірлескен мәлімдемеге қол жеткізді. 2018 жылғы сапарында Қазақстан және ақш 21 ғасырдағы кеңейтілген стратегиялық әріптестік атты бірлескен мәлімдеме қабылдады. Қазақстан мен Түркия елдерінің достығы қалай дамыды? 1991 жылдан бастап Қазақстан мен Түркия елдері өзара сыйластықты, сенімділікті, тұрақты сауда, экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты одан әрі дамытты. Елімізде көптеген қазақ-түрік бірлескен кәсіпорындар ашылды. Қазақ жастары Стамбул мен Анкара қалаларындағы жоғары оқу орындарында білім алды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2003 жылы мамырда Түркия еліне ресми сапары барысында Анкара мен Астана арасындағы байланыс сенімді, тұрақты, әріптестік деңгейге жетті. 2007 жылы Түркия президенті Абдулла Гүлдің Қазақстанға сапарында Нұрсұлтан Назарбаев түркі тілдес елдердің парламентаралық ассамблеясын құру туралы өз ұсынысын айтты. Екі ел арасындағы сауда айналымы $1,5 миллиард жетті. Бүгінде еліміздің нарығында түрік капиталының қатысуымен жұмыс істейтін 2000-дай кәсіпорын бар. Сонымен бірге екі ел арасындағы мәдени қарым-қатынас та жақсы дамып келеді.